Сәлем достар, сіздермен Наргиза. Бүгін мен сіздерге арзан және дәмді болып шығадыған донер жасау әдісін білен бөліспекшімін. Қараңыздар, мен 5000 теңгелік зат алып келдім. 5000 теңгеге мен 10 штук донер жасаймын. Ал сіздер 5000 теңгеге донерден барып сатып алсаңыздар, 5000 теңгеге неше штук донер аласыздар? Бұл үшін бізге керек болады жұқпа нан, 10 штук жұқпа нанын алдым. 5 штук огурцы, 5 штук помидор, сосын жарты кило сабыз алдым, сабыз салат. И тауықтың дайын тұздалған етін алдым, пісірілген, дудалған. И чипси алдым. Енді бұларды жақсылап ұсақтап, лаваштың ішіне саладығандай етіп турап аламыз. Сосын лаваштың тесталарын дәл осылай мен видеода көрсеткендей қылып бірінің үстіне бірін теріп, үстіне заттарымызды біртіндеп салуды бастаймыз. Алдымен 5 штук лавашымызды жасап аламыз. Оның үшін бірінші огурцилерімізді, үстінен помидорларымызды саламыз. Тағы да жалғастырып кетеміз. Сәбізімізді, тауықтың етін саламыз. Мен алдын ала кетчуп майонезді бір ыдысқа әдемілеп араластырып алған болатынмын. Сол кетчуп майонезімізді саламыз. Оның үстінен чипсиімізді салып, ақырындап, жақсылап сығып, қысып, орап шығамыз. Сосын ол дайын донерлерімізді листімізге салып, духовкада 180 градусқа 5 минутқа қойып аламыз. Міне біздің донерлерімізді дайын болды. Қарсылдақ қырсыл қысыр болып шығадыған донеріміз дайын. Бұны кесіп қаласаңыздар кеспей балдарыңызға беріп, дастарханға тартсаңыздар болады. Балдар ешқашан бас тартпайдыған лаваш дайын. Ас болсын, сіздер білен Наргиза болды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.